Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 56-шы сабақ тұрлаусыз мүшелер. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 21-ші жаттығу мәтінді тыңда. Алматыдағы Абай атамыздың ескерткішінің авторы Қазақстанның халық суретшісі Хакімжан Есімханұлы Наурызбаев. Ұлы Отан соғысы жылдары республикамыздың үкіметінен басқарған Нұртас Оңдасынов Қостанай облысын іс-сапармен аралай жүріп, ұзын көлге де соғады. Аудан басшысының кабинетінде саз балшықтан жасалған әртүрлі мал пішіндеріне көзі түседі. Мұны жасап жүрген кім дейді бірден. Сөйтсе, олардың иесі Хакімжан есімді балаң жігіт екен. Оқуға жүр дейді. Ол үйде жұмыс істейтін өзі ғана екен. Анасы мен жас бауырларын тастап кете алмайтынын айтады. Нұртас аға Алматыға оралысымен Хакімжанның отбасына мемлекет тарапынан жағдай жасатып, өзін Мәскеу көркем сурет училищесіне оқуға жібертеді. Хакімжан аға мүсін өнерінің хас шебері еді. Енді балалар тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін кейіпкері саған ұнады ма дейді. Иә, маған мәтін кейіпкері ұнады деп жауап жазамыз. Оның қай қасиеті ұнады дейді. Оның шеберлігі, өз ісін жақсы көріп жасайтындығы, еңбекқорлығы, сонымен қатар анасы мен бауырларына деген жанашырлығы ұнады дейміз. Хакімжан ағаны мүсін өнерінің хас шебері деп неліктен айтады, өз ойыңмен бөліс дейді. Хас шебер сөзі өте талантты дегенді білдіреді. Ол кісі мүсінді асқан шеберлікпен жасайтын болғандықтан, оны мүсін өнерінің хас шебері деп атаған. Хакімжан Наурызбаевтың мына ескерткіштеріне басқа тағы қандай мүсіндік шығармаларын білесің дейді, иә? Міне балалар қараңыздар. Мына жерде Шоқан Уәлихановтың, Абай атамыздың, Жамбыл атамыздың ескерткіштерін Хакімжан Наурызбаев жасаған екен. Енді одан басқа да біз ғаламтор желісінен мынандай мәліметтер алдық. Хакімжан Наурызбаев 200-ден астам әр алуан ескерткіштер, соның ішінде бюсттер, мүсіндік портреттер, құлпытастар жасаған. Мысалы, Орал қаласында Мәншүк Мәметова, Қостанай облысында Амангелді Иманов, Ахмет Байтұрсынов пен Міржақов Дулатов және тағы басқа ескерткіштері бар дейміз. Келесі 22-ші жаттығу тиісті тыныс белгісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді, және қарамен берілген сөздерге сұрақ қой дейді. Міне балалар, біздер сөйлемдерді көшіріп жаздық. Нұртас аға ұзын көлге келді. Нүкте қойылады. Қарамен жазылған сөз бұл жерде ұзын көлге, оған қайда деп сұрақ қоямыз. Ол Хакімжанға көмектесті. Осы жерде нүкте қоямыз. Ол деген сөзді біз бас әріппен бастап жаздық. Бұл жерде қарамен жазылған сөз Хакімжанға, кімге деген сұрақ қоямыз. Келесі, оны Мәскеуге оқуға жібертті. Яғни оны деген сөйлемнің басы, сондықтан бас әріппен бастап жібертті деген жерге нүкте қоямыз. Қарамен жазылған сөздер Мәскеуге оқуға, яғни сұрағымыз қайда болады. Келесі 23-ші жаттығу. Алдымен балалар мынандай мәлімет бар екен. Сөйлемдегі бастауыш, баяндауыштан басқа сөйлем мүшелерін тұрлаусыз мүшелер деп атайды. Оларға қандай, кімге, неге, қашан, қайда тағы басқа сұрақтар қойылады дейді. Енді 23-ші жаттығуды орындаймыз. Суреттерге қара, астындағы сөйлемдерді оқы дейді. Тоқылдатты дейді, яғни біз оны тоқылдақ, суретте тоқылдатты, шағала ұшты, кеме жүзді дейміз. Соңғы сөйлемде қандай сөз түсіп қалған дейді. Ол сөйлемнің қандай мүшесі, бастауыш па, әлде баяндауыш па? Өз жауабыңды түсіндіріп айт дейді. Соңғы сөйлем бізде кеме ғой. Кеме жүзді, яғни жүзді дегенге біз не істеді деген сұрақ қоямыз. Бұл баяндауыш. Енді осы сөйлемдерге тұрлаусыз мүше қосып жаз дейді. Қараңыздар балалар. Тоқылдақ ағашты тоқылдатты дедік. Шағала қалықтап ұшты. Кеме суда жүзді дейміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.